Сіз осы уақытқа дейін Америка, Еуропада қара нәсілділер неге көп екені жайлы ойлап көрдіңіз бе? Олардың кейбірі өз еркімен көшіп келген болса, басым бөлігі ерте ғасырларда құл болып келген африкалықтардың ұрпағы болып табылады. Сәлем достар, біз бүгін сіздерге африкалықтардың кедей һәм құл болу тарихын баяндайтын боламыз. Африкадан Америкаға жер аударылған африкалықтардың саны 10 миллионнан асады. Олардың дәл осылай құлдыққа кете бастауы да 1500 жылдары Еуропа елдері Америка жеріне қант қызылшаларын егуден бастау алды. Бастапқыда колониясы болған Америка жеріндегі үндістерді қара жұмысқа салып, алған өнімдерін Еуропаға тасығанымен, олардың дені Еуропадан әкелген тұмаудың кесірінен қырылып қалды. Мұндай ауыр қара жұмысқа тиісінше көп адам қажет болғандықтан, олар африкалықтарға осы істі жасатуды мақсат қылып қояды. Билік егер себепсіз біреудің жеріне баса көктеп кірер болса, халықтың сынына қалатын болғандықтан, олар ойларынан қара нәсілділердің ақылы таяз болғандықтан, олар адам болуға қақы жоқ деген ұран шығарады. Осылайша Еуропа, Африка жерін жол бойы тонау арқылы Америкадан Еуропаға келіп, мол мөлшерде пайда тапқан. Енді сұрақ, олар 10 миллион адамды қалай жинай алған? Әрбір еуропалық африкалықтың артынан түсіп, жинап жүрді деу мүмкін емес. Мұншама адамды жинай алу үшін жерді жақсы білетін адам керек. Демек, әрине, африкалықты құлдыққа африкалықтар ұстап беріп отырған. Бұл процесс қалай орын алғанына мән берер болсақ, сол уақытта Африкада мемлекет болған жоқ. Барлығы тайпа болып өмір сүріп, бір-бірімен қырғиқабақ күн кешетін еді. Сол уақытта ортаға Еуропа кірісіп, тайпаларға қару-жарақ ұсынып, есесіне қолға түскен тұтқындарды құл ретінде өздеріне беруін сұрайды. Бұл ұсыныс тайпа көсемі үшін бас тартуы мүмкін емес ұсыныс еді. Біріншісі, олардың жерін аласың, әрі барлығын құлдыққа жіберіп, онда өзің би, өзің қожа боласың. Егер қару-жарағың мықты болмаса, басқа тайпалар саған соғыс ашуы мүмкін болғандықтан, барлығы соғысқа араласуға мәжбүр болып, қысқа уақыт ішінде Африка соғыс ошағына айналған еді. Олар үшін басқа таңдау да қалмаған болатын. Не соғысып өлесің, немесе құл боласың. Осы соғыстардан қолға түскен құлдарды Еуропаға дейін еш демалыссыз, жаяу, кісендеулі халде алып келетін. Кейін оларды өте нығыз күйде кемелерге артатын болған. Қандай да үлкен дауылдарда қозғалу мүмкін емес жағдайда болған олар. Жоғарғы жағындағы адамның үлкен кіші дәретін елемеуге тура келген. Тазалықтың жоқтығынан, ішер астың аздығынан Америкаға жеткенге дейін әрбір 5 адамның біреуі өлетін болған. Олар діттеген орынға жетіп, құлдық өмір басталғаннан кейінгі орташа өмір сүру жылдары небәрі 3 жылды құрайтын. Бұлай адам саудалап, құл ету 400 жылдай жалғасып, кейін шектеу қойылғанымен, осы аралықта қанға сіңіп үлгерген қара нәсілділерді адам көрмеу үрдісі заманымызда әлі жалғасын табуда. Осылайша өз экономикасын көтерген Еуропа, Америка осы арқылы тапқан табыстарына өндіріс орындарын ашып, 10 миллион адамның көз жасы қазіргі алпауыт елдерді пайда болдырды. Егерде видео ұнаса, арнамызға жазылып, қазақ тілді аудиторияны қолдай кетуіңізді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.